Жалғастырамыз. Биыл павлодарлық 3 үміткер президенттік жастар кадрлық резервіне енген. Бұл жоба жалпы мемлекеттік қызметкерлерді ынталандыру мақсатында 2019 жылдан бері өтіп келеді. Екінші кезеңнің қорытындылары жайлы алдағы материалда. 2019 жылы өткен президенттік жастар кадрлық резерві байқауының нәтижесі бойынша еліміздегі 300 кадр іріктеліп алынған. Бұл жобаның алғаш рет ұйымдастырылғандағы нәтижесі еді. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен жас мемлекеттік қызметкерлер өздерінің тың идеяларымен атсалысты. Ал 2021 жылы өткен кадрлық резервінің қорытындысы бойынша 50 үміткер президенттік жастар кадрлық резервіне таңдалып алынған. Барлық осы Қазақстан Республикасынан 8638 үміткер құжат тапсырды. Оның ішінде Павлодар облысынан 286 азамат үміткер ретінде құжаттарын тапсырған. 50 ең үздік 50 резервшілердің қатарынан өңіріміздің 3 азаматы бар. Олардың бірі Павлодар облысы әкімдігінің аппаратында қызмет етсе, бірі облыстық прокуратурада, енді бірі мұнай-химия саласында еңбек етеді. Қазіргі резерв мемлекеттік қызметке ғана құрылған, оның мерзімі 3 жылды құрайды. Жоба мақсаты жастардың еліне еңбек етуіне мүмкіндік жасау, мүдделі жастарды мемлекеттік қызмет ісіне белсенді түрде тарту. Жанасыл Серікбол, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.